Бүгін Жүнісовтер әулетінде той. Молдағали бауырымыз 70-ке толып жатыр. Ал бауырым, құрдасым, өмір жасың ұзақ болсын, ары қарай Алланың берген жасын жасай бер. Сәлима шекеуің, Сәке, сен байқа, жаңа байқадың ба? Әлгі первый любовь ждет дегенде жүгіріп бара жатыр. Бұны көп жібере бермесін, немерен школға кетті, анда мұнда кетті деп. Қалжың ғой жай. Дендерің сау болсын, бала-шағаларың қызығын көре беріңдер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бәрдеріңізге денсаулық, ылғи осылай тойда жолығайық. Аман болыңыздар. Құрметті қауымдар, Мосан Дүркіміздің 70-ге келген бастықтарын 71-де бұл. Уже 71-де. Аға беріңіз. 71-де болса болды. Денсаулық. Әрқашан Al енді мен сөйлейін енді. Ал енді Мосан кластасымыз енді 70 жас мерейтойын қайырлы құтты болсын, денің сау болсын, енді семьяда бақытты бол, бала-шағаң қызығын көр, немере шөбере сүй енді. Мына келінің мен ұлыңа мың рахмет, енді тойларын жасап беріп отырған. Мына алтындай сарбайбішең Сәлимашқа рахмет, сені карт етпей, осылай жігіт құсап күтіп отырғанына. Барлықтарыңа денсаулық тілеймін, тойға келген тойшыл қауым. Не айтам, бұл Сөн, Жағабаев, Мосан, тағы біреу бар, Оқатаев деген ол келмей қапты. Төртеу екі дәптерді тастайды да қашады ғой, сабақтан. Қашады. Содан Сөннің тәтесі қалайда бір кезік қап, маған 20 тиын ақша берді ғой, 20 тиын енді сом. Мұнан неге беріп жатсыз? Ана Қарекеден барып, прәндік алып жеп алам. Ана мыналардың дәптерлері далада шашылып қалмасын, мұғалім көріп қоймасын деп ана кісі маған. Содан кеттік Қарекенің магазиніне, қалың прәндік аламыз сонда. 4 прәндік келе ме, 5 прәндік келе ме? Сөйткен кластастарымыз бүгінде міне 70-ке толып, ата болып отыр енді. Өмір жастарың ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасай беріңдер. Семьяда бақытты болыңдар, бар жақсылық тілеймін. Енді барлықтарыңа да міне келе жатыр, осы Мосанның тойы бәрлеріңе жұғысты болсын. Ден сау, бас аман болсын енді. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, ағайын туыстарым, туып өскен жерім. Мына енді Мосан екеуміз енді осы ауылда, бұрқыраған ауылда өскенбіз. Кереметтей болатын, бас аяғы көрінбейтін, өлеңге, әнге басып жататын сол кезде. Сол ауылда сонау 57-55 жылдар туып, мектеп қабырғасын бірге ашып, бірге сол жерде өстік міне. Еңбек жолында бірге бастадық. Соны кейін жан-жаққа тарқап міне Мосанымыз міне 70-ке алып келіп отыр. Аллаға шүкір енді, міне 70 жасты көріп отырмыз, осы тәубашылық жасаймыз, осы көріп тойлап жатқанымызға. Енді ауырмай, сырқамай, Мосан, Сәлима екеуің жасай беріңдер, немере шөбере көре беріңдер, қызығына тоймай. Осы отырған тойшыл қауым, құда жекжат, барлықтарыңыз енді алыстан келіп отырсыздар, жолдарыңыз болсын. Мына класстастарым, сыныптастарым, міне барлықтары құттықтап жатыр. Алланың құлағына салынсын. Деніміз сау, басымыз аман болып, осындай тойдан айырмасын. Тойлап, дүрлетіп жүре берейік. Аман болыңыздар барлықтарыңыз.
Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, тойсығалық туған туысқандар, Мосанның құда жорағаттары, бауыр қарындастары. Бүгін енді атан түйе қарыз арылып, Мосан досымыздың 70 жас тойлап отырмыз. Енді Мосан бәріміз бала кезде бірге өстік. Біз көріс тұрдық ауылда. Бірге оқып, бірге ер жетіп, бірге армияға кеттік. Армияға міне бәріміз семья құрып, міне жан жаққа жұмыспен де оқумен де кетіп, қазір данный время бәріміз осы қалада тұрамыз. Бәріміз де немерелі семьялы болып отырмыз. Ал енді Мосан 70 жасы қайырлы құтты болсын. 70 демейді жас емес, жассың ғой әлі. 80-ге кел, 80 секіріп 90-ға 100-ге келгенде картейін деп айтып, осы 100-ге келген тойын тойлайық. Осында отырған түгелдеріңізге денсаулық тілеймін. Осы 100 жасқа келген тойын тойлауға Алла тағала нәсіп етсін. Әмин. Мосанды болсын, денің сау болсын, Сәлимаш екеуің қол ұстасып, өмірдегі бар жақсылықты игеріңдер, бастарың аман, дендерің сау болсын, балаларыңның қызығын көріңдер, немереден шөбірі, шөпшек сүйіңдер, 100-ге келіңдер, бәр жақсылық болсын. Құрметті қонақтар, мына бүгін біздің Мосан досымыздың тойына келген көпшіл қауым, барлықтарыңыздың орындарыңыз құтты болсын. Аман есен, ауылдарыңызға жетулеріңізге барлықтарыңызға тілектеспін. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Айтам, бәрі жақсылық болсын. Құрметті Ал Мосан, бүгінгі мерейтойың қайырлы құтты болсын. Сәлимаш екеуің қол ұстасып бірге қартайыңдар. Көрінген балаларың қызығын көріңдер. Өмірдегі бәр жақсылықты тілеймін. Мосанның бауырлары, қарындастары, ағаларың тойы құтты болсын. Тек қана жақсылық болсын. Өмірдегі бәр жақсылық тілеймін. Дендерің сау, бастарың аман болсын. Денсаулық зор байлық. Ал құрметті қонақтар, Молдағали Сәбиғалиұлы, сізді мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Мерейтойың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, отбасың аман болсын, туған туысқандарың аман болсын. Сендердің отбасыларыңа барлық жақсылық тілейміз. Тек амандықта ғана қауышуға жасын, сенің мерейтойыңа бізге жалғасын амандықпен. Аздаған кім? Бәрі сөйледі, болды. Құдағи, туған туыстар, аға бауырлар, міне. Бүгін Мосан осы класстастардың ішіндегі үлкені. Бұны қайнаға деймін, қалғандар балдыз. Тегінде. Енді Мосанға не тілеймін енді? Қосағы мен қозағай кәртей, өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын, көретін қызығың көп болсын. Жаңағы айтып жатқан тілектердің бәріне қосылам, қабыл болсын. Бұған қандай тілек айтса да, Мосанға жарасып тұр. Бұл қай жерде? Бұл Мосылардың ортасында міне бір нәрсе ұйымдастырса, бұны ұйымдастырып, шапқылап, бір ауыз сөз тастамайды осы құрдастарының. Бұл енді алтын жігіт енді. Мен мақтап тұрғам жоқ, мақтауға сияды енді. Дені сау болсын. Ал енді осы тойға жиналған қауым, қызықтарыңыз көп болсын, дастархан осылай жақсылыққа жайылып, тойға ласа берсін. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі міне Мосан менен Сәлимаштың енді Мосанның 70 жас қайырлы құтты болсын деймін. Жасқа жас келе берсін, Алланың берген жасын жасай бері. Бір жасықта кәдерек амаллама нәсіп етсін енді. Ылғи қызықта басымыз қосыла берсін. Барлықтарыңызға рахмет. Болды.
Поздравляю дай Бог счастья, здоровья, благополучия, мира на земле. Детям спасибо огромное, дай Бог счастья. Деньги есть, ведь это правильно буду желать. В общем, всего самого доброго, честного, светлого. Желаю. Люблю, обнимаю. Здоровья, счастья, любите друг друга. Sizler мына бастастар бар есігінен алғайсыңда есігінен бірімізден алып жүр bir ağam kalsında batır. Sol ağam bu tane. Қолдан қайта-қайта сырғып жатқаны бұл кісі 70-ке толған жоқ. 25-те дегісі кеп тұр ағамның айтпаған. Кездескенде ақ жүзіңмен шағылған күн нұрына қайран қалып кетем. Сезімімді күмән санап жаңылған. Ал ағайын, асқайыр бата сұрайық. Қарағашында жолың ашық абыры болсын, ұшты заман болсын, өмір жасың ұзақ болсын, алашыларға болсын. Әмин. Қызат атамызға сый сапатымыз бар, біз сіздерді бір шапан сыйладық. Құрметті үлкендер, шай дастарханын шақырамыз, қалған құрметті қонақтар келіңіздер, ортада билеңіздер, антракт алпай, қайтып кетпеңіздер. You're listening to the funky station of the nation.
Şarım şarım
Біз қазақ қой етін жегенмен қой аузынан шоу болмайтын момын халық емеспіз. Осы екі сөзді қай уақытта бізге айтқызды ағайын, білесіздер ме? Бұл біздің тілімізбен дінімізбен күрескен сойқал саясат, советтік идеология еріксіз түрде зиялы қауымның аузына салып берді ағайын. Біз ешқандай жылқы мінезді халық емеспіз. Біз қасқыр мінезді текті халықпыз ағайын. Оған дәлел біздің батырларымыз, біздің билеріміз, біздің хандарымыз қандай адуын деді ағайын. Біз солардың ұрпағы екенімізді ұмытпайық. Мен жалпы хандар, батырлар заманына бармай-ақ қояйын. Сіздер өмір сүріп, балалық шақтарыңыз өткен, сонау кеңестік кезеңде де тура шындыққа қарай білген қазақтар, қасқыр мінезі қазақтар туралы айтқым келеді. Олар кімдер? Құрметті ағайын, тәуелсіздікті алуға үлкен үлес қосқан, кешегі желтоқсанның көк мұзында тұрып, қазақты қазақ қана басқарсын деген ақталмаған желтоқсанның боздақтары Ербол, Қайрат, Ләззат сынды мықты қайтпас қайсар жастарын, қазақтың жастарын айтқым келіп отыр ағайын. Құрметті ағайын, біздің қазақтың қасқыр мінезді текті халық екені мынадан дәлел. Біздің мынау наурызымыз 70 жыл салт дәстүрімізден айырылып бара жатқанда, сол салт дәстүрімізді қайтара білген қазақтан шыққан мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібектей аталарымыздың қазақтың мәдениеті үшін, салт дәстүрі үшін еңбегі сіңірген қайтпас қайсар қасқыр мінезділігін айтқым келіп отыр ағайын. Құрметті ағайын, қазақтың мынау Семейді ғана емес, бүкіл Қазақстанды қорғап қалған, біздің енді басшылықтан бөлек осы Семейді сол кезде басқарған, мына үлкен Семейді үлкен даңғылда есімі жазылып тұр. Новая дорога, жаңа жол деп айтуды қояйық шағайын. Есімінде тақтайшада керемет адамның есімі жазылып тұр. Атом бомбасының жарылуына нүкте қоюға үлкен үлес қосқан Кешірім Бостаевтай әкелеріміздің қайтпас қайсар мінезділігін айтқым келіп отыр ағайын. Құрметті ағайын, 60 жылдары Тың өлкесі деген желеумен қазақтың 5 облысын өзіне қосып алмақшы болғанда, үре тұра қарсы тұрған қазақтардың ішіндегі бірегейі Жұмабек Тәшеновтей аталарымызды айтқым келіп отыр ағайын. Құрметті ағайын, Семей ақындардың ғана мекен емес, Семей Алаш Орданың астанасы болған ұмытпайық шағайын. Сізбен біз тұрып атқан Қазақстан деген картаны ойып тұрып орын алып, 9-шы орынға Ленинмен 8 сағат тайталасып, сыздырған небәрі 27 жасар Алаш Ордалық атамыз. Ол кездің 27 жасар жігіті қандай іс тындырған деп біз таңғаламыз ағайын. Әлімхан Ермектей аталарымыздың қайтпас қайсар қасқыр мінезділігіне ризамын ағайын. Айта берсек көп, жалпы Джохар Дудаев деген өз елінің батыры айтады: "Ой, кавказдықтар, сендер тау қасқыр деп мақтана бермеңдер. Біз қазақ бауырларымызбен мақтанайықшы" дейді. Неге десеңдер, қазақтар даланың түздің қасқыр деген екен ағайын. Сондықтан сіздер өмір сүрген ескі Қазақстан болсын, Тоқаев жариялаған жаңа Қазақстан болсын, Қазақстан тек қана мәңгілік болсын деген ағайын. Бір қошемет шабалақ қойыңыздар. Қасқыр мінезді қазағым. Жасынан ұлы атқа мінетін, жаратқан ашқан бақа білетін, талайды сөзге сүріндіретін біз. Жасынан ұлы атқа мінетін. Құрметті ағайын, мына екі сөз санамыздан өшіріп тастайықшы. Қазақ десең өзің ет деген сөз бірінші сөз, екінші сөз қазақтың жауы қазақ деген сөзді ұмытайық ағайын. Бұны біздің біздің қазақ пен қазақтың жалпы бауырлас бір-бірімізбен аға мен інінің, апай мен сіңілінің, жалпы қазақтың екі ортасына іріткі салу үшін салынған екі сөз ағайын. Біз құлдық санадан арылатын уақытымыз өтті. 30 жылдан астам тәуелсіздігімізді алдық. Құрметті ағайын, осы тәуелсіздіктен енді айырылмау біздің басты міндетіміз. Арыстандай айбатты, қыран құстай қайратты мен жастарға сенем деп, жастарға сеніңіздер. Бір атам айтып еді, біз тәуелсіздіктен қай уақытта арылып қалдық ағайын? Біз ат үстінен түскен уақытта арылып қалдық. Сондықтан қайта атқа мінер кезіміз келді ағайын. Қазақтың қасиетті төрінде ілініп тұратын екі заты бар: ер жігіттің серігі қара домбыра және дүр қамшысы. Дүр қамшымыз қолымызда болсын, еліміз мәңгілік бейбіт заман болсын деген ниеттемін. Сіздер құрметтеріңізге дүр қамшы атты бір тамаша әнді орындап қояйық. Қазағын жасастағылар, келе жатқан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Allah'ın
қазақша киініп, қазақша ән тыңдап, қазақша күй жырлап, қазақша ұйықтап, қазақша тұруымыз керек ағайын. Қазағын жасай берсін. Рахмет сіздерге. Құрметті ағайын, қазір енді 90-жылғы тамадалар жырлағандай, ұлың кетер жайымен, қызың кетер байымен, көршің қалар жаныңда үндістандық шайымен, сепаратордан шыққан кілегей сары майымен деп, ортаға қазір құдай көршілер және достар шақыратын боламыз. Баяда бір көршісі үлкен парсы кілемін құшақтап ап тойға кепті. Содан тамада қоймайды дейді, мына кілемін күштеген кімге алып келдің десе, көршім алып келдім деп. Той біткен кезде жаңағы көршісі кілемін құшақтап үйге қайтып бара жатса, тамада тоқтатып айтады дейді. Әй, кілеміңді неге бермей кеттіңіз десе, ой, маған тос бермей қойды деп айтады дейді ағайын. Сондай болмасын, енді ортамызда көршілер мен достарды шақырайық. Шәмизат, Жұман мен Майра, Қанат Сәуле, Айдос Құралай, Еркін Ғалия, Ақыл Зарина, Нұрхат Нәзігүл, Бауыржан, Бибігүл. Көршілер, достар, келіңіздер ағайын. Көршілер және достар. Көгірікті дегенде көгірікті, көгіріктің сабағы көгіріпті, оралыңның барында ойнада гүл, ойнамаған күлмеген не көріпті. Әй, ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Ай жаным, асыл жаным, керек емес өзіңнен басқа жаным. Ағасы, ассаламағалейкум. Мен ерекше қонақтарды көп байқап отырам. Ағама ары қарадым, бері қарадым. Өзім сол зерттеп жүрген алаштықтардың ішінде Бейімбет Майлин ағамызға ұқсайды, бәрекел. Бейімбет ағамызға ұқсайды. Алмай қалғансыз, рахмет. Негіз сізге киноға түсу керек өте. Керемет, мынау сыйлық өзіңізге оюланған. Апамның қолынан өз тіккен өздеріңізге. Енді қос ағамызда құр қол қайтпасын, ағаларымызда енді бүгін әкелер күні, әкелер туралы тамаша ән айтылады деп жатырмын. Жалпы аға, мынау өздеріңізге. Мынау тамаша сізге аға. Ал енді үлкеніміз кім сіздер орта? Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Тойларыңыз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр үйде осындай, әр шаңырақта осындай үлкен той болсын. Енді біз көрші болғаннан кейін қазақта айтады ғой. Әлгі жақсыны да жасырып, жаманды да, жаманды жасырып, жақсыны асыратын осы көрші деп. Алыстағы туыстан жақындағы көрші артық деп жатады. Енді мына жамандықтан Құдай өзі сақтасын. Мен молдашты ойлап жүрдім, құрдасым екен деп. Сөйтсем екеуміздің ортамыз 8 жас. Бұл кісі енді көрші болып, міне 7 жылдың шамасы бірге тұрып жатырмыз. Енді сіздің мұна молдаш мен бүгін мақтағым кеп тұр. Молдаш ағам дейінші. Молдаш ағамыздың есік алдында көлделен қыл жатпайды.
шыны керек. Осы шындықты айту керек. Таң сағат 5-те тұрсаңыз, бұл кісі есік алдын сыпырып жүреді. Иә. Кеш сағат 10-да сіз тамақ ішіп есік алдына шықсаңыз, бұл кісі машинасын жөндеп жатады. Иә. Алла тіл көзден сақтасын. Көрші болғанын айтып жатырмыз ғой. Бұл береке, бірлік, осы мына тойды жасап отырған осы Нұрлан мен баласы, келіннің арқасы. Сіздерге де бір қол соғып қойыңыздар. Иә. Енді не дейміз? Мерей жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осы Құдай қосқан қосағыңызбен 100 жасап, сіздің осы ресторанда 100 жасқа толғаныңызды тойлайық. Иә, ең жаман күндеріңіз осындай болсын. Иә, тек қана жақсылық болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Енді көрші аға, енді қазыналы жасыңыз құтты болсын. Жаңа ағамыз айтып отыр ғой, рас енді. Ең жақын адам рас, осы көрші негізі рас.